жас мамандар келіп жатыр. Біздер енді келешекте мұғалімдеріміздің ары қарай жалғастыру, жас мамандармен қамтамасыз етіп жатырмыз. Қызметімнің 23 жылын осы педагог саласына арнап келемін. Осының 14 жылы осы басшылық қызметтерде, яғни мектеп директорының орынбасары болдым, мектеп директоры болдым, Қарақия ауданында болашақ ауылының әкім қызметін атқарып келдім. Мен өмірдің өтуімен қайтадан осында 21-ші орта мектеп Жаңаөзен қаласында мектеп директорының міндетін атқарушы қызметкеріне айналып келдім. Қазақстанымыздың өсуі де, өркендеуі де, жетістігі де осы мектепте беріп жатқан білімнің арқасында деп ойлаймын.